Саламатсыздар ма оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз негіздері бірдей дәрежелерді көбейту, негіздері бірдей дәрежелерді бөлу. Оқу мақсатына келетін болсақ, бізде бүгінгі мақсатымыз натурал көрсеткіштер дәреженің қасиеттерін қолдану. Енді бізде өткен сабақта естеріңізде болса, жалпы дәреже ұғымымен таныстық. Дәреженің негізгі қасиетін қолдану арқылы бізде есепті шығардық. Енді бізде бүгінгі тақырыбымыз негіздері бірдей дәрежелерді көбейту. Бұл бізде бірінші тақырып болып тұр. Енді анықтамасына келетін болсақ, негіздері бірдей натурал көрсеткіште екі дәреженің көбейтіндісінің мәнін табу үшін мына ереже қолданылады. Негіздері бірдей дәрежелерді көбейту үшін негізін өзгеріссіз қалдырамыз, ал дәреже көрсеткіштерін қосамыз дейді. Мысалы, астында бізде формула тұр, байқасаңыздар, а-ның м дәрежесі көбейтілген а-ның м дәрежесі. Тең болады а м қосылған. Бұл жерде мынау а деп тұрған негізіміз бізде бірдей болып тұр. Неше болды а негізін өзгеріссіз қалдырамыз. Мына екі дәрежені қостық. Енді осы формуланы қолдану арқылы мысалдарды қарастырып көрейік. Бізде бірінші мысалымыз x-тің 5 дәрежесі көбейтілген x-тің 4 дәрежесі тең болады. Бізде негізіміз x болып тұр, бірдей болып тұр. Неше бізде x-ті негізін өзгеріссіз қалдырдық және мына тұрған 5 мен 4-ті дәрежелерін қостық. Сонда x-тің тең болады 9 дәрежесі. Екінші мысалда 2-ден 1-дің 3 дәрежесі көбейтілген 2-ден 1-дің 2 дәрежесі дейді. Тағы да бізде негіздері бірдей болып тұр. 2-ден 1, неше 2-ден 1 негізін өзгеріссіз қалдырдық, дәрежесін қостық. Тең болды 2-ден 1-дің 5 дәрежесі. Бұл жерде жақшаға алып тұр, себебі жақшаның дәрежені бастап тұрған негізі бөлшек сан болғандықтан бізде жақшаға алып қоямыз. Үшінші мысалды қарастыратын болсақ, бізде а-ның 6 дәрежесі көбейтілген а-ның 7 дәрежесі. Енді бұл жерде екінші тұрған көбейткіштің бізде а-мыз оның дәрежесі жазылмаған. Егер де осындай жағдай кездесетін болса, жалпы әріп болсын, негізгі сан болсын, бұның дәрежесі болмайтын болса, бұның дәрежесі 1-ге тең деп есептейміз. Бізде тек қана бір деген дәрежеміз жазылмайды екен. Сонда негіздерін жазып қойдық. Мына а бірінші көбейткіштің дәрежесі 6-ға тең, 6. Екінші көбейткіштің дәрежесі 1-ге тең деп айттық. 1. Үшінші көбейткіштің дәрежесі 7-ге тең, 7. Сонда 3 дәрежені қосатын болсақ, а-ның 14 дәрежесі шығады екен. Енді төртінші мысалды қарастырайық. 2-ның 5 дәрежесі көбейтілген 64 деп тұр. Енді байқағанымызда бізде мына 64 дегеніміз ол негізгі сан болып тұр, дәреже түрін жазып тұрған жоқ. Біздегі алдындағы мысалда формуланы қолданатын болсақ, бізде міндетті түрде бұның негіздері бірдей болу. Мына 2 деп тұратын болсақ, онда 64-те бізде негізі 2-ге тең бір дәреже көрсеткіштерін жазу керекпіз. Ендеше бізде ойлаймыз, 64 дегеніміз 2-ның неше дәрежесі? Жалпы 64 деген 2-ның дәрежесі бола ма? Келтіруге бола ма? Бұл бізде болады екен, 2-ның 6 дәрежесі бізде 64-ті береді. Ендеше бізде мына 64 дегенді дәреже түрінде жазып аламыз. Сонда 2-ның 5 дәрежесі көбейтілген 2-ның 6 дәрежесі. Сонда мына 2-ның 6 дәрежесі бізде мына екеуі тең дәреже түрінде жазылып тұр. Енді бізде негіздері бірдей көбейткіштерге келтіріп алдық. 2 деген бізде бір негізін қалдырамыз, 2-де дәрежесін қосамыз. Сонда бізде 2-ның 11 дәрежесі болады екен. Енді негіздері бірдей дәрежелерді бөлу. Нөлге тең емес негіздері бірдей 2 дәреженің бөлінісінің мәнін табу үшін мына ережені қолдануға болады. Негіздері бірдей 2 дәреженің бөлінісінің мәнін табу үшін негізін өзгеріссіз қалдырамыз. Бөлінгіштің дәреже көрсеткішінен дәреже көрсеткішін азайту керек дейді. Міне бізде формуласы тұр. b-ның м дәрежесі, мына бізде бөлшек сызығын 5-ші сыныптан бастап білеміз, ол бізде бөлу амалын білдіреді. Сонда b-ның м дәрежесі бөлінген b-ның м дәрежесі. Тең болады екен, екеуі негіздері бірдей болғанда бізде бір негізін қалдырамыз, сосын бөлінгіштің дәрежесінен бізде азайтамыз. Енді осыған мысалдар қарастырып көрейік. Негіздері бірдей дәрежелерді бөлу жүйесінің көрсеткіштері бірдей болған жағдайда қарастырайық дейді. Бізде осыдан тағы да бір анықтама жоқ. Ол үшін қандай да бір дәрежені өз-өзіне бөлейік. Мысалға а-н дәрежесіне бөлуді қарастырайық дейді. Нөлге болмайтын болғандықтан а-мыз бізде 0-ға тең болмау керек. Сонда бізде а-нды а-нға бөлетін болсақ, бізде тең болады
екеуінің де бізде негіздері бірдей болып тұр. А-ның қалдырамызда екеуінің дәрежесін азайтамыз. N азайтылған тең А-ның 0 дәрежесі шығады екен. Ал бізде білеміз, егерде екі бірдей санды бір-біріне бөлетін болсақ, немесе бірдей артық болсын, бірдей сан болсын, бізде оның нәтижесі бірге тең болады. Неше бізден А-м мен А-м екеуі бізде бірдей сан болып тұрғандықтан, оның біздегі мәні бірге тең. Сондықтан мына тұрған мына екеуі өзара тең деген сөз. Онда бізде осыдан шығады, бізде А-ның 0 дәрежесі әрқашан да бірге тең. Демек, бұл жерде тек қана А емес, кез келген сан болсын, кез келген артық болсын, оның 0 дәрежесі бірге тең болады. Мысалға, 10-ның 0 дәрежесі бірге тең, 5-дің 0 дәрежесі бірге тең, 28-дің 0 дәрежесі бірге тең, минус 16-ның 0 дәрежесі бірге тең болады. Мысалдарға қарасақ көрейік. Бізде бірінші мысалда x-тің 11 дәрежесі бөлінген x-тің 7 дәрежесі. Енді бізде негіздер бірдей болып тұр, және бөлу амалы болғандықтан бізде негізін қалдырамыз да екеуінің дәрежесін азайтамыз. 11 азайтылған 7 тең болады x-тің 4 дәрежесі. Келесі мысалды қарасайық. 10-ның 21 дәрежесі бөлінген 10-ның 12 дәрежесі бөлінген 10. Тағы да бізде негіздері бірдей болғандықтан алдындағы формула сияқты бізде бір негізді қалдырамыз, сосын дәреже көрсеткіштерін азайтамыз. Мына үшінші тұрғаннан бөлгіште мысалға 10-ның дәрежесі жоқ. Бұл жерде алдыңғы мысалда айтқан сияқты бұның бір деген дәрежесі бар, бірақ та бұл жазылмайды. Сонда 21 азайтылған 12 азайтылған тең болып 10-ның 8 дәрежесі. Үшінші мысалда жасалатын болсақ, минус 7-тен 3-тің 5 дәрежесі бөлінген минус 7-тен 3-тің 4 дәрежесі. Тағы да бізде негіздер екеуі тең, мына екі негіз тең, бір негізін қалдырамызда дәрежесін азайтамыз. Сонда бізде минус 7-тен 3-тің 1 дәрежесі, мына 1 деген жазбай қоюға болады. Минус 7-тен 3 болады жауабы. Енді бізде осыған оқулықтан келтірілген есептерді қарастырып көрсек. Бірінші есепті қарастыратын болсақ, бізде А-ның мәні берілген. Мына өрнектегі бізде бірінші А деп тұрған 5-тің мәнін қоймайық, мына тұрған бөлшекті ақшамдап аламыз. Ақшамдау үшін не істейміз? Алдындағы формулаларды қолдансақ болады. Бізде бұл жерде жеке-жеке бөлшектің алымы мен бөлімі жеке-жеке қарастырамыз. Мысалға, А-ның 20 дәрежесі көбейтілген А-ның 20 дәрежесі. Бөлімде А-ның 17 дәрежесі көбейтілген А-ның 19 дәрежесі. Тең болады. Енді бізде алымын жеке қарастыратын болсақ, көбейту деп тұр. Неше бізде көбейту болатын болса, біздегі негіздері бірдей дәрежелерді көбейткен кезде не істеуші еді? Біз бір негізін қалдырамыз, дәрежелерін бір-біріне қосамыз. Астында бөлімінде дәл сондай. Негізін қалдырамыз, дәрежелерін қосамыз. Тең. Сонда бізде алымда болады А-ның 40 дәрежесі, бөлімде болады А-ның 36 дәрежесі. Тең. Енді А-ның 40 дәрежесіне А-ның 36 дәрежесін бөлген кезде бұл негіздері бірдей дәрежелерді бөлу ережесіне келіп тұр. Бөлу болған кезде негізін қалдырамыз да дәрежелерін азайтамыз. Тең болып А-ның 4 дәрежесі. Сонда бізде бастапқы бөлшекті ықшамдап келіп А-ның 4 дәрежесіне келтірді. Енді бізде А-ның мәні 5-ге тең келіп тұр. Бізде тек қана бірінші ғана шығарамыз. А-ның орнына 5 қоятын болсақ, 5-тің 4 дәрежесі тең болады. Алдындағы тақырып бойынша 5-тің 4 дәрежесі 5-тің өзіне 5-те көбейту деген 4-те көбейту деген сөз. Тең болады 625 болады екен. Біздегі бірінші типті осылай шығады. Жақсы, келесі типті қарастыратын болсақ. Келесі типті бізде 11-дің К дәрежесі бөлінген 11-дің 4 дәрежесі көбейтілген 11-дің К қосылған 1 дәрежесі. Бұл жерде байқайтын болсақ, бөлуде тұр, көбейтуде тұр және дәрежелерінде әр түрлікте берілген. Енді осы типті шығарған кезде жалпы бүгінгі өткен екі ережені қолданамыз. Ең бірінші бізде бөлу амалы тұр, негіздері бізде бірдей болып тұр. Неше негізін қалдырамыз да бірінші бөлгіштегі бөлу болып тұрған кезде дәреже азайтады дедік, біз азайтамыз. К азайтылған 4. Бөлуді орындағаннан кейін бізде көбейту тұр. Көбейту болған кезде бізде бірінші ереже бойынша қосылу керек.
қосамыз, к қосылған 1-ді. Тең. Енді есептейміз. Негізін қалдырамыз. Бізде ұқсас қосылғыштар к мен к және -4 пен +1. К мен к-ны біз екеуін қосып жіберетін болсақ, бізде 2к болады. -4-ке +1-ді қосатын болсақ, бізде таңбалар әртүрлі, енші азайтылады және үлкен модульдегі санның таңбасы қойылады. Бізде -3 болады екен. Үшінші мысалда қарастырып көрейік. Үшінші мысалда, бұл алдында бірінші мысалға ұқсайды екен. Бізде дәл бірінші ережеге келтіретін болсақ, бізде негіздердің барлығы бірдей. Дәрежесі әртүрлі, ең бірінші біз алым жеке орында аламыз. Негіздер бірдей болған кезде -5-ті қалдырамыз. Дәрежесін барлығын қосу керек, себебі барлығында бізде көбейту амалы тұр. 6 қосу 7 қосу 8. Бөлімінде дәл сондай -5 негізін қалдырамыз, дәрежесін қосамыз. Тең. Алымда сонда болады. 6-ға 7-ні қоссақ бізде болады 13 болады. 13-ке 8-ді қосатын болсақ бізде 21 болады. Ал бөлімінде -5-тің дәрежесі болады 18 дәрежесі. Енді бізде -5-тің 21 дәрежесіне -5-тің 18 дәрежесіне бөлетін болсақ, бізде бөліп болған кезде дәрежелері азайтылатын еді. -5-ті қалдырамыз да 21-ді азайтамыз 18-ді. Тең болады -5-тің 3 дәрежесі болады. Енді -5-тің 3 дәрежесі дегеніміз -5 өзіне 3 рет көбейту деген сөз. Тең. -5-ті өз-өзіне 3 рет көбейтетін болсақ, бізде болады -125 болады екен. Бүгінгі тақырып осы. Сау болыңыз.